Абайға бата берген кім? Жанқұтты шешен бірде Құнанбай ауылына қонаққа келгенде Абаймен жауаптасып, бала Абайдың болашағын болжап, батасын беріпті деседі. Ел аузында кең тараған әңгімеде бірде Құнанбай ауылында мейман болып жатқан Жанқұттыға бала Абай сәлем бере кіреді. Құнанбайдың өзі тапқыр, өлең шығаратын баласы туралы естіп жүрген Жанқұтты баланы шақырып, қасына отырғызып алғаннан кейін сауал тастайды. Шырағым, дүние неге сүйенеді? Дүние үмітке сүйенеді. Көздің көрмесі бола ма? Көз қабағын көрмейді. Шам жарығының түспесі бола ма? Шам жарығы түбіне түспейді. Болат пышақтың кеспесі бола ма? Болат пышақ өз сабын кеспейді. Тамағына тартпайтын мақлұқат бола ма? Өз тамағына тартпайтын мақлұқат болмайды. Абай жауабына риза болған шешен оған өлең түрінде жауап беруін сұрайды. Сонда Абай: сіз сұңқар самғай ұшқан қиядағы, талпынған мен балапан ұядағы, өрнекті өлең сөзбен жауап берсем, дүниенің жалғыз үміт тиянағы. Көз көруі жетпейді қабағына, шам жарығы түспейді табанына, өз сабын болат пышақ өзі кеспес, мақлұқат тартпай қоймас тамағына, деп жауап береді. Ет желініп, қымыз ішілгеннен кейін Абай сізден сұрақ сұрауға бола ма дейді, тағы да үзілген әңгімені жалғап. Шырағым, сұрай ғой депті Жанқұтты шешен. Арзан не, қымбат не, дауасыз не депті Абай. Шырағым, арзан өтірік, қымбат шындық, дауасыз кәрлік емес пе? Жанарың отты екен, ақындығың шығар, маңдайың жазық екен, ойлылығың шығар, халқыңның қалаулы азаматы бол деп батасын беріпті. Ел аузында сақталып бізге жеткен ақын Абай мен Жанқұтты шешеннің тілдесуі осы екен.